Сәлем қыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін үй жағдайында жасалатын өте керемет және жасалуы оңай печеньенің рецептімен бөлісемін. Ол үшін алдымен ыдысымызға сары май, шекерімізді, шым-шым тұзымызды және ванилинімізді салып, осындай шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын және майонез қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қантымыздың толық еріп кетуін жақсылап қадағалаймыз. Енді осы қоспамыздың үстіне ұнымыздың жартысын және разрыхлителімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыздың жартысын қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын қамырымызды осындай пищевой пленкаға салып, 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Қамырымыз 20 минут холодильникте тұрды. Енді осы қамырымызды екі бөлікке бөліп, видеодағыдай ұзынша етіп қолмен жайып аламыз. Қыздар, менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде сіздер алғашқы болып менің видеомды көретін боласыздар. Енді осы қамырларымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Енді дайын печеньелерімізді противеньге салып, алдын ала қыздырылған 180 градус пешке 15 минут шамасында пісіріп аламыз. Печеньелеріміз пісіп шықты. Өте тез дайын болатын печеньелерімізді үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай, әрі қолжетімді. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айнұр, қош сау болыңыздар.